Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Достар, деп айтайын сіздерді бүгіннен бастап. Өйткені сізбен біз достармыз. Бүгін біз гипотетикпен букет жасаймыз. Оны өзіңіз білесіз, количество қанша алатын? Менің алғаным 100 штук. 100 штук деп асты жағында жазылып тұрады. Енді маған қажет шпажканың сантиметрі 25 болу керек. Сіз жаңағы ортаншы размерді алып жатсаңыз, мини размер алып жатсаңыз, ал если үлкен размерді алып жатсаңыз, онда 30 сантиметр қажет. 30-35 размеріне байланысты. Екеуінің ортасын жақсылап скотчпен клейлейсіз. Көрсетіп жатқандай. Бұл чупа-чупс деген балалардың, любой баланың туған күніне апарып беретін подарка. А сіз ол подарканы гүл ретінде жасап апарып беріп жатсыз. Көрдіңіз бе? Чупа-чупс пенен шпажканың екеуінің ортасын жақсылап скотчтасаңыз, жаңағы чупа-чупсыңыз қашып кетпейді қолыңыздан. Қазір мен өзім спиральный техниканы алам. Өзіңіз білесіз, раскидистый техника аласыз ба, әлде жаңағы параллельный техника аласыз ба, өзіңіз білесіз. Қазір мен өзім чупа-чупске спиральный техниканы таңдаймын. Сол кезінде менің чупа-чупсын ұшып кетпес үшін, шашылып кетпес үшін осылай бірге скотчтаймыз. Оны скотчтамасаңыз да болады, бірақ ұшып жатады. Поэтому скотчтап әдемілеп жасаңыз. Уже соңына да жеттік. 100 штуктың қалғаны ары кеткенде 4 штук қалды. 4 штук, қолымдағымен 4 штук. Осымен біздің скотчтау операциямыз бітті. Лайк басып, подписка жасап, комментарий жазуды ұмытпаңыз, чтобы мен келесі жолы полный сізге шығарып берейін. Тегін бесплатный мастер-класс. Негізінде осы ютубтан да біраз нәрсе оқуға болады. Өзім мысалға мен қанша жерден ақша шығардым. Анда маркетологияны оқыдым Шомбайда. Таргетті оқыдым Азамат Ануарбекте. Потом жаңағы клубника шоколад оқыдым, оны Алуада оқыдым, жаңағы Свет Элн деген. Одан фуд-флористиканы тағы дамытуым керек деп Астанаға барып келдім. Жаңағы аяулым Нұрмахан дегенге барып келдім. Сонша білімімді сізге тегін беру үшін сіздер менің осы видеомды тарқатсаңыздар, просмотр көп болса, мен обязательно тегін беруге дайынмын. Міне уже букеттің орау процесі болады. Менде орау процесін түсіргем, почему-то телефоным түсірмей қалыпты. Келесі жолы жаңағы әпкемде бар негізінде, соны алып, қосып түсіріп беремін. Хорошо? Лайк басу, подписка жасауды ұмытпаңыз. Шпажка аккуратно болу керек, өйткені шпаж сынып қалады жаңағы тағып жатқан кезінде. Соған аккуратно болыңыздар. Балаға особо бермеңіздер. Балаға берген кезінде шпаждан босатып беріңіздер. Каналға тіркеліп, подписка жасауды ұмытпаңыз. Қош, сау болыңыз, аман болыңыз.